Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен біле жүр арнасында кофенің 6 пайдасы мен 6 зияны туралы айтатын боламын. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Кофенің пайдасы 1. Сергітеді және жұмыс өнімділігін арттырады. Ол кофеиннің ағзаға әсер етуіне байланысты. Көптеген ғалымдар кофенің есте сақтау қабілетін арттырып, көңіл күйді көтеруін айтады. Сонымен бірге кофеин ағзадағы метаболизм процесін жылдамдатады. Мысалы, кофеин арық адамның бойындағы 29% майды ыдыратады екен, ал толық адамдарда 10%. Осы ыдыраған май жасушаларын ағза қосымша энергия көзі ретінде пайдаланады. 2. Жаттығудан кейінгі бұлшықет ауруын басады. Зерттеушілер жаттығудан кейін 2 шынаяқ кофе ішуге кеңес береді. Олар өздері жасаған тәжірибеде жаттығудан келген адамдардың жартысына кофе ішкізген. Артынан бұлшықеттегі аурусынуларды 0 мен 10 балл арасында өлшеулерін сұраған. Сол кезде кофе ішкендердікі анағұрлым төмен болған. 3. Күйзелістен құтқарады. Кофеин ағзаның қозғалыс, есте сақтау және ойлау қабілеттеріне жауап беретін дофамин гормонын белсенді бөлдіреді. Бұл гормон рахаттану кезінде де көп бөлінеді екен. Сондықтан ғалымдар кофе күйзелістен құтқаруға көмектеседі деп отыр. Олар тәжірибе нәтижесінде күніне 1 шынаяқ кофе ішетін әйелдерде күйзеліске ұшырау дәрежесі 20%-ға төмен болатынын анықтаған. 4. Бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Сингапур ғалымдары күн сайын 2 немесе одан да көп шынаяқ кофе ішу бауырдың циррозы, қатерлі ісікке шалдығуының алдын алатынын айтады. Өтте тас жиналмайды. Сондай-ақ 489.706 адам қатысқан тағы бір зерттеуде күніне 4-5 шынаяқ кофе ішетін адамдардың асқазанында қатерлі ісіктің пайда болу қаупі 15%-ға төмендейтіндігі анықталған. 5. Диабет, Альцгеймер мен Паркинсон ауруларынан құтқарады. 457.922 адам қатысқан 18 зерттеудің нәтижесінде әрбір шынаяқ кофенің диабетке шалдығу қаупін 7%-ға төмендейтіні дәлелденді. Себебі кофе глобулин гормонына әсер етеді. Ол өз кезегінде диабеттің дамуында айтарлықтай рөл ойнайтын тестостерон мен эстрогеннің қызметіне жауап береді. Ал Альцгеймер ауруы 65 жастан асқан адамдарда пайда болады. Оның белгілері ұмытшақтық, ойлау қабілетінен айырылу. Бұл ауруға қарсы дәрі әлі шыққан жоқ. Алайда алдын алуға болады. Ол үшін дұрыс тамақтанып, үнемі физикалық және рухани жаттығулар жасап, кофе ішіп жүру керек. Паркинсон ауруы да тура солай. 6. Кофе қан құрттан қорғайды. Үндістандағы стоматологиялық институт ғалымдары өздері жүргізген зерттеудің нәтижесінде осындай қорытындыға келген. Олар күніне 3 шынаяқ қара кофе ішуге кеңес береді. Себебі сүт пен қаймақ оның пайдалы қасиеттерін жоғалтады екен. Сонымен қатар кофенің зияны да бар. 1. Ұйқысыздыққа шалдықтырады. Кофені көп ішкен жағдайда сергіту әсерімен бірге ұйқысыздыққа шалдырады. Себебі кофені ішкен соң ол 15 минуттан кейін ғана ағзаға әсер етіп 6 сағатқа дейін белсенді болады. Егер де ұйқыңыздың қанғанын қаласаңыз, түстен кейін немесе ұйықтар алдындағы 2-3 сағатта кофе ішпеңіз. 2. Кофе дәріге әсер етеді. Егер қандай да бір дәрі қабылдап жүрсеңіз, дәрігерден оны кофемен бірге ішуге болатынын, болмайтынын туралы сұрап алыңыз. Себебі кофе дәрілік заттардың әсерін арттырып, немесе керісінше әлсіретіп жіберуі мүмкін. 3. Ана болу мүмкіндігін азайтады. Ринодағы Невада университетінің ғалымдары кофе ішетін әйелдердің жатыр түтігінің белсенділігі төмен болатынын анықтады. Аналық жасуша жатырға осы түтіктер арқылы барады. 4. Кофе тәтті құмарлыққа алып келеді. Кофе ішкен адамдар жеміс шырынын, газдалған немесе өзге де тәтті сусындарды ішуге құмартып тұрады екен. Бұл шешімді австриялық ғалымдар шығарған.
Олар тәжірибеге қатысушыларды екі топқа бөліп, бір топқа бірнеше күн бойы кофе ішкізген, екіншісіне ештеңе қабылдамаған. Нәтижесінде бірінші топтағылар күніне 419 милли, ал екіншілер 273 милли ғана тәтті сусындар ішкені анықталған. Кофе түсік тастау қаупін арттырады. Огайо штатындағы ұлттық денсаулық институтының профессорлары 500 жұпқа зерттеу жасады. Олар күніне 2 шынаяқтан кофе артық ішкендерге түсік тастау қаупі жоғары болатынын анықтады. Сондай-ақ жүктіліктің алғашқы 7 аптасында кофе ішу де зиян дейді ғалымдар. 6. Қан қысымын көтереді. Италия ғалымдары 18 пен 45 жас аралығындағы 1200 адамға зерттеу жасай келе, көп кофе ішетін адамдарда қан қысымы 4 есе жоғарылайтынын дәлелдеді. Ал 2 шынаяқ кофе ішетіндерде ол 3 есе жоғарылайды. Қорытынды: кофенің денсаулыққа пайдалы және зиянды жақтары бар екенін естен шығармаңыз. Сондықтан ғалымдар күніне 300 милли ғана кофеин қабылдауға кеңес береді. Ол шамамен 4-3 шынаяқ ұнтақталған кофе немесе 5 шынаяқ ерігіш кофе. Сондай-ақ егер сізде асқазанда, қуықта немесе қан қысымына байланысты аурулар болатын болса, кофеден мүлдем бас тартқаныңыз дұрыс. Егер де менің каналым пайдалы болса, каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз.